Сары қара дос балапандар. Ертеде тауық пен үйрек көрші болыпты. Біреуінің балапаны сары болса, біреуінің балапаны қара болыпты. Екі балапан бір-бірімен дос болыпты. Олар демде ұрсып, демде дос болады екен. Балапандар ойнап жүріп, бір-бірімен ұрсып, шоқсып қалады екен. Сары балапан қара балапанды шоқып, қанатымен көтенінен салып-салып қалады. Қара балапан жолшыбай жылап, үйіне кеп апасына айтады: апа, мені сары балапан ұрды, қарашы, көтенайым қызарып, ауырып қалды деп жылайды. Ана үйрек ашуланып, қазір мен оған көрсетем деп тауықтың үйіне келеді. Келсе, сары балапан анасының жанында тұр екен. Ана үйрек сары балапанды ұстай алып, мә саған деп сабалай жөнеледі. Көріп тұрған тауық: неге ұрасың менің балапанымды десе, ол неге ұрады менің балапанымды деп үйрек пен тауық бір-бірімен ұрса жөнеледі. Екі балапан оларға кезек-кезек қарап тұрады. Ай, жүрші, кеттік, қазір өздері қояды деп екеуі ойнап кетеді. Екеуі қайтадан дос болып тоғайдың ішінде ойнап отырады. Екеуі ойнап отырса, алдарынан бір құрт жырғалап кетіп барады. Тағы да екеуі жан-жағына қарап отырса, екі бақа бір-бірінің үстінен секіріп өтіп ойнап жүреді. Екеуі оларды көріп: о, күшті ойын екен, ойнаймыз ба дейді. Сары балапан мақұл дейді. Солай екеуі секіріп ойнап келе жатқанда, сары балапан суға түсіп кетеді. Қара балапан: ой сарым, шыға ғой деп судан шығарып алады. Сары балапан жылап: мен сені апама айтамын деп жүгіріп кетіп қалады. Қара балапан соңынан жүгіріп: мен әдейі қылған жоқпын ғой десе, жоқ, сен әдейі қылдың деп жылап, апа деп тауыққа келеді. Тауық тағы да не боп қалды десе, мені суға құлатты, мен тұншығып қалдым деп жылайды. Тауық қара балапанды тағы да ұстап алып, ұрып жылатып жібереді. Қара балапан апасына жылап келеді. Апасы саған не болды, кім деді деп ашуланады. Сені неге осы ұра береді деп тауыққа келеді. Екеуі тағы да жағадан алып бір-бірімен шоқса кетеді. Екі балапан екеуіне кезек-кезек қарап тұрғанда, қораз үйінен шығып: ей, сендерге не болды, тоқтатыңдар деп айқайлайды. Үйректі балапанымен шоқып үйіне қуып жібереді. Үйрек үйіне келіп ашуланып, үйрек әкеге: бізді қораз ұрып қуып жіберді, сен болсаң отыра бересің деп айқайлап талып қалады. Үйрек әке қимылдамай газетін оқып отыра береді. Үйрек ана жайлап көзін ашып қараса, үйрек әке әлі отыр. Үйрек ана тұрып: бізді өлтірсе де саған бәрібір, жүр дедім деп қоразға алып келеді. Қораз екеуі шоқса кетеді. Тұмсықтарын тақап, қанаттарын жайып, үкілерін жыла бастайды. Сол кезде фермадағы тауықтар мен қораздар жақ болып ұрсып, бір-біріне жұмыртқаларын лақтыра бастайды. Қараса, қара балапан да атысып жүр екен. Үйрек балапанын: саған жұмыртқа тиіп кетпесін деп қазанның астына тығып қояды. Балапан қазанның астынан шығып қашып кетеді. Бір-бірімен жақ болып жұмыртқа атысып жатқанда, қазанға көп жұмыртқа тиіп орнынан жылжып кетеді. Үйрек ана жүгіріп келіп қазанның астын ашып қалса, балапаны жоқ. Шоқсып жатқан үйрек пен қоразға жанына үйрек ана жылап келеді. Балапанның жоқ екенін айтады. Қораз бен үйрек әке ұрыстарын тоқтата салып, балапанды іздеуге шығады. Тауық үйрек ананы жұбатып қалады. Екеуі балапанды іздеп келе жатса, балапандары қаннен қатерсіз талдың түбінде құшақтасып ойнап отырады. Оларға қарап әкелері татуласып, бір-бірінің қолын алысады.